кең жазирада танатып келеді. Бұл қазақ ауылының тыныс тіршілігі. Желмен тербелген шөп, жайылып жүрген жылқылар, ақылға толы әңгіме айтқан қариялар, күліп ойнаған балалар. Осы даланың ортасында ойға шомған бір адам бар. Бұл Абай. Ол халықтың өмірін бақылайды, адамның болмысын түсінуге тырысады. Сөздің мәнін, білімнің құнын, адамгершіліктің жолын іздейді. Абай үшін дала тек мекен емес, дала ой, дала сұрақ, дала жауап. Тараз қаласы 11-ші бөбекжай бақшасының тәрбиеленушісі Қымбатыр Қамария бағлан қызы. Авторы Абай Құнанбайұлы. Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, түлен өмір алдында, оған қайғы жесеңіз, өшек, өтірік, мақтаншақ, еншік, бекер, мал шашпақ. Бес дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой. Бес асылы көнсеңіз.